Қайырлы таң әріптестер, қайырлы таң көрермен. Ақтөбе облысына 12 аудан, 315 ауыл тиесілі. Әр қайсында шығармашылықты шарықтату үшін таптырмас орын әрі концерттік бағдарламалар өткізетін кемінде бір мәдениет ошағы бар. Ал қазіргі қаламыздың өзінде жетеуі жүйелі қызмет етіп келеді. Соның бірі әр жыл сайын толағай табыстарға жетіп, қалалық тіпті облыстық шаралардың өтуіне мұрындық болып отырған өнер үлгісі, ерен еңбек нәтижесі. Кинес Нокин атындағы мәдениет үйі. Мұнда әжелерден құралған алтын қазына атты ерекше ансамбль бар. Алтын қазына әжелер ән ансамблінің құрылғанына 2 жыл болған. Десе де тәй-тәй басып аяққа енді тұрып келе жатқан бұл ансамбль республикалық және облыстық байқаулардың бірнеше рет жеңімпаз атанып үлгерді. Көркемдік жетекшісі Майгүл Супагалиева. Әр қайсысы әр шаңырақтың ақ жаулығы, ал сахнада нағыз өнерпаздар. Әжелер ән ансамблінің құрылудағы негізгі мақсатын жетекшісі былай түсіндірді және алдағы жоспарларымен бөлісті. Ансамбльде құрылудағы негізгі мақсаты қазақ композиторларының әндерін кеңінен насихаттау. Ескі әндерді кеңінен халыққа насихаттау. Алдағы жоспарымыз сәуір айында өтетін хор ұжымдары арасында әнім саған туған ел тақырыпта үлкен байқауымыз бар. Енді қазіргі таңда композитор Ескендір Қасанғалиевтің әндерінен конкурсқа дайындалып жатырмыз. Әжелерді баян, музыкалық аспабымен сүйемелдеп, ырғақты қолдау білдіретін топтағы жалғыз ер адам Нұрсұлтан. Ал көркемдік жетекшісінің айтуынша аталарды да қатарына қоспақ ниетте екен. Біздің құрамымызға мүше болғысы келетін, үйде зейнеткерлікте отырған әжелеріміз, аталарымыз болса, бізбен хабарласуға болады. Нокин мәдениет үйіне хабарласса, біздер қабылдаймыз. Алды 80-нің сеңгіріне жетіп, арты 50-ді еңсеріп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып, ардақты ана, сүйікті әже атанып отырған өнер иелерінің өскелең ұрпақ тәрбиесіне қосар үлесі зор. Қалалық алтын қазына әжелер ансамбліне халық алдында айдай болып жарқырап, әуелеген әндермен тамсандырып жүре берулеріне біз де тілекшіміз.